Құқық негіздері пәнінен ОПТ-ға дайындық сабағымызды жалғастырамыз. Нормативтік емес құқықтық актіні көрсетіңіз. Сот шешімі. Нормативтік емес құқықтық акт, құқықтық нормаларды қамтымайтын жазбаша ресми құжат. Бұл актілер жеке тұлғалардың құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған. Ол актілерді өз құзыреті шегінде уәкілетті органдар қабылдайды. Мысалы, сот шешімі, басшылардың бұйрықтары, атқарушы органдардың түсіндірмесі, әкімдердің шешімдері және тағы басқалар. Азаматтық қоғамның саяси негізін құрайды. Жариялылық. Төнген қауіптен өзінің жеке күшімен және құралдармен қорғану. Өзін өзі қорғау. Қылмыс жасаған айыпталушының соттың үкімі заңды күшіне енгенге дейін кінәсіз болып саналуы. Кінәсіздік презумпциясы. Азаматтың аталған мемлекеттік органдарға мүше ретінде сайлану және сайлауға қатысуы. Бәсең сайлау құқығы. Әкімшілік жазаның жеңіл түрі. Ескерту жасау. Ескерту бұл жасалған құқық бұзушылықтың жағымсыз бағасы, құқыққа қайшы әрекет жасауға болмайтынын жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның есіне салу. Шаруашылықты ұстауға кеткен шығындарды бағалаудың шартты бірліктері және тәртіп. Бұзушыны жазалау ұғымы. Такса. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі. Жеке тұлға. Қылмыстық теріс қылық. Іс-әрекеті. Қоғамға болмашы зиян келтіру. Заңды рұқсат етілген көп реттерде заң қолдап отыратын іс-әрекет. Мәміле. Авторлық құқықтың объектілері болып табылмайды. Ресми құжаттар. Авторлық құқықтың объектілері болып табылмайды. Ресми құжаттар. Заңдар. Сот шешімдері. Заң шығару, әкімшілік, сот және дипломатиялық сипаттағы басқа да мәтіндер және олардың ресми аудармалары. Мемлекеттік рәміздер және белгілер. Ту. Елтаңба. Ордендер. Ақша белгілері. Халық шығармашылығының туындылары және ақпараттық сипаты, оқиғалар мен деректер туралы хабарламалар. Ата-аналардың балаға қатысты құқықтық қатынасы тоқтайды. Бала кәмелетке толғанда. Жұмыс беруші мен жұмыскердің арасында жасалатын екі жақты жазбаша келісім. Еңбек шарты. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексіне сәйкес қылмыстық процеске қатысушы субъект. Прокурор.
Өз мүддесі үшін немесе арыздың жазылу негізіне қатысты талап етуші азамат немесе заңды тұлға. Талапкер. Әкімшілік іс жүргізу қағидаты. Заңдылық. Құқықтық білімдеріңізді пайдаланып, халықаралық құқықтың қағидаттарын мазмұндарымен сәйкестендіріңіз. Халықаралық теңдік және өзін-өзі анықтау. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу. Сыртқы күштің араласуынсыз саяси мәртебесін анықтайды. Дауларды бейбіт жолмен шешу міндеті. Дауларды шешуде бейбіт құралдарды қолдану. Өзін-өзі басқару нысанына егеменді мемлекет құру. Дұрыс сәйкестік. Халықаралық теңдік және өзін-өзі анықтау қағидатына. Сыртқы күштің араласуынсыз саяси мәртебесін анықтайды. Өзін-өзі басқару нысанына егеменді мемлекет құру. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидатына. Дауларды бейбіт жолмен шешу міндеті. Дауларды шешуде бейбіт құралдарды қолдану. 1979 жылы әйелдерге қатысты кемсітудің барлық түрлерін жою туралы конвенция аясында құрылған комитет. Әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою комитеті. Мемлекеттік құрылым нысандары. Унитарлы мемлекет, федеративтік мемлекет. Азаматтық қоғам құрылымының рухани-мәдени жүйесіне жатады. Білім беру мекемелері, өнер. Рухани-мәдени құндылықтар мен жетістіктерді пайдалану, оларды жасауға қатысу. Құқықтарының жиынтығы. Әлеуметтік және мәдени. Құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын органдар адвокатура мен нотариаттың ұқсастығы. Мемлекеттік емес орган. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Билікке келген уақыт 2019 жыл. Жеке тұлға мен заңды тұлғаның ұқсастығы. Азаматтық құқықтық қатынастар субъектілері. Тұтынушы құқығына байланысты дұрыс қатарларды табыңыз. Тауарды еркін таңдауға құқылы. Тұтынушы тауар алар кезде сатушының жұмыс уақытын ескермейді. Сапасыз тауарды тиісті сападағы тауарға ауыстырып алуға құқылы. Сатып алып жатқан тауардың сапасын көз алдында тексерте алады. Дұрыс қатарлар. Тауарды еркін таңдауға құқылы. Сапасыз тауарды тиісті сападағы тауарға ауыстырып алуға құқылы. Сатып алып жатқан тауардың сапасын көз алдында тексерте алады. Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері. Құқыққа қайшылық. Айыптылық. Жазаланушылық. Іс-әрекет, әрекет немесе әрекетсіздік. Кестені пайдаланып, заң әкімшілік жауаптылыққа тартатын жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның заңға қарсы әрекеті немесе әрекетсіздігін анықтаңыз. Әкімшілік құқық бұзушылық.
Берілген кестені пайдаланып, нақты бір тұлғаның айыбы немесе әрекеті қасақана немесе абайсызда жасалған әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаңыз. Айыптылық. Берілген кестені пайдаланып, міндеттемелерді заң талаптарын белсенді түрде орындамау. Бекітілген тыйымды бұзу түрінде көрініс беретін құқық бұзушылық белгісін анықтаңыз. Іс-әрекет. Берілген кестені және құқықтық білімдеріңізді пайдаланып, әкімшілік және құқықтың басқа салаларының нормаларын бұзудан көрініс табатын әкімшілік құқық бұзушылықтың белгісін анықтаңыз. Құқыққа қайшылық. Берілген кестені және құқықтық білімдеріңізді пайдаланып, әкімшілік құқық бұзушылықтың объектісіне жататын дұрыс дәйекті анықтаңыз. Заң нормалары арқылы реттелетін қоғамдық қатынас. Жеке немесе заңды тұлға. Тұлғаның психикалық қатынасы. Әкімшілік жауаптылық шараларымен қорғалатын қатынас. Дұрыс дәйектер. Заң нормалары арқылы реттелетін қоғамдық қатынас. Әкімшілік жауаптылық шараларымен қорғалатын қатынас. Сот төрелігінің қағидаттарын тиісті санаттармен сәйкестендіріңіз. Судьялар сырттан қандайда бір тараптардың ықпал етуінсіз шешім қабылдайды. Судьялардың тәуелсіздігі қағидаты. Істі қарауға қатыспайтын азаматтар сот отырысына қатысуға құқылы. Жариялылық немесе ашық сот ісін жүргізу қағидаты. Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін атаулармен сәйкестендіріңіз. Азаматтардың лауазымды қызметкерге және оның отбасы мүшелеріне әр түрлі сыйлықтар жасауы. Тұрмыстық сыбайлас жемқорлық. Бизнес пен лауазымды тұлғалар арасындағы жемқорлық келісімі. Іскерлік сыбайлас жемқорлық. Мұрагерлік құқық қатынастарының субъектілерін анықтамасымен сәйкестендіріңіз. Қол қоюшы. Жасалған мәмілені рәсімдеуге жәрдемдесетін тұлға. Куә. Өсиетті жасағанда нотариусқа тапсырған кезде қатысқан адам. Әкімшілік жауапкершілік функциясының атауын дәйектермен сәйкестендіріңіз. Құқық бұзушыдан келтірілген зиянның шығынын өтеуге, орнын толтыруға, өндіріп алуға мүмкіндік береді. Құқықтық қалпына келтіру функциясы. Мүліктік ауыртпалық салу. Қолайсыз жағдайлар туғызу. Айыппұл функциясы. Халықаралық ұйымдар мен Қазақстан Республикасына қатысты мәліметті сәйкестендіріңіз. Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Қазақстан 2001 жылы мүшелігіне қабылданды. Біріккен ұлттар ұйымы. 2002 жылы Алматыда кеңсесі ашылды. Ішкі істер органдарының қызметкерлерін даярлайтын арнайы жоғары оқу орындары. Махан Есболатов атындағы Алматы академиясы. Барымбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы. Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы. Экологиялық зиян келтірудің түрлері. Қаржылық. Табиғи. Сатушының міндеттері.
Өнім туралы ақпарат беру. Тауарды сақтау, тасымалдау. Талапқа сай тауарды беру. Қылмыстық құқық бұзушылық. Белгілері. Қоғамға қауіптілік. Құқыққа қайшылық. Жеке еңбек дауларын қарастыратындар. Келісу комиссиялары.